Қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай жұмсақ қамыры деген нәзік болып пісетін пицца дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Сүт салқындау болғандықтан мен үстіне 1 кружка ыстық су құйып жібердім. Оның үстіне 2 шай қасық ашытқымызды саламыз. Одан кейін қантымызды салып аламыз. Сосын араластырып бетін жауып қоямыз 15-20 минутқа. 15-20 минуттан кейін осындай бізде шапка пайда болады. Осының үстіне ұнымызды, тұзымызды, сұйық майымызды салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырым осылай ашыды. Кішкене бөлігін алып, осылай формамызға салуға дайындаймыз. Қамырын осылай қолмен жұқа етіп жайып, табамызға орналастырамыз. Соусымен де томатпен майонез араластырғанмын. Бетіне начинкасын салып, 250 градус қызған пеште 10 минутқа пісіріп аламыз. Пиццамыз піскеннен кейін бетіне тағы да сырды сеуіп, 5 минутқа пешке салып аламыз. Сол кезде осындай жұмсақ нәзік болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Менен 2 пицца шықты. Мынау екінші пиццам. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.